Пирожкиді духовкада дайындаймыз. Бұл пирожкидің ерекшелігі мен салмасына піскен етті қолдандым. Бірге жасап көрейік. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, ашытқы және сары май, тұз қажет болады. Осылардың бәрін біріктіргеннен кейін үстіне ұнды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамыры көтерілемін дегенше салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен капустаны және піскен етті қолдандым. Алдымен капустаны ұсақтап турап, оны майда қуырып алдым және үстіне тұз бен қара бұрышты қосып, шалалай қуырғаннан кейін піскен етті екеуін біріктіріп, осыны салмасына қолдандым. Міне қамыр да дайын. Ашып көтерілген қамырды ұсақ бөліктерге бөліп, пирожкиге дайындаймыз. Бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп алғаннан кейін қамырдың бетін жауып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сонда пирожкилеріміз өте үлпілдек әрі жұмсақ болып шығады.
Міне пирожкилерді түйіп дайындадық. Енді үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің пирожкилер дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ әрі үлпілдек болып шықты.